Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын нағыз қазақша тары қосылған чизкейкті дайындаймыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге осындай тары қажет болады. Жақсылап жуып алып, 2-3 қайтара жуамыз және үстіне ыстық қайнатылған сүтті құйып бұқтырып қоямыз. Талқанымызды алып, оның үстіне жаңағыдай қантымызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз және үстіне ерітілген сары майымыздан қосып барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Дайын болған массамызды 18 диаметрлі формамызға жайғастырамыз. Бұл жерде форманың астына мен фольга қолдандым. Осылай барлық массаны салып, жан-жағына бортигін жасап, бір жағы қалың, бір жағы жұқа болып кетпесін, барлығын бір тегіс етіп жайғастырып аламыз. Және де стаканның көмегімен біркелкі етіп тегістеп алатын боламыз. Осылай бір тегіс етіп аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ең алдымен бізге творожный сырымыз қажет. Оған 2 жұмыртқамызды саламыз. Және үстіне қантымызды салып, барлығын, мөлшерін барлығын мен описание бөліміне жазып кететін боламын. Және үстіне сливкимізді құятын боламыз. Барлығын, осы массаның барлығын жаңағыдай венчикпен араластырсаңыздар да болады. Мен жаңа процесс оңайлы болу үшін осылай блендермен араластырып алдым. Егер де жаңағыдай венчикпен араластыратын болсаңыздар, творожный сырларыңызды холодильниктен ертерек шығарып қойыңыздар. Сол кезде жұмсақтау болады, араластырғанға да оңай болады. Және осылай бұқтырылған тарымызды барлығын жаңа сүтінен сүзіп, барлығын салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді осы формамыздың ішіне осы сұйықтығымызды құямыз. Және осындай ірімшігімізді қолданамыз. Егер де ірімшік болмаса, құр өзін жасасаңыздар да болады. Осылайда ірімшікпен жасап көрдім. Өте дәмді болып шығады екен. Осылай барлығын майдалап, кубик етіп, арасына бетіне саламыз. Енді осыны 100 градуста 1 сағатта пісіреміз. Ұзақтау піседі. Пісіп болғаннан кейін жаңағыдай бөлме температурасында суытып, содан кейін холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Сол кезде масса қатып, өзінің формасын жақсы ұстайтын болады. Өте әдемі болып шығады, дәмді. Жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер. Өз пікірлеріңізді жазып, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Фариза Шалқарқызы.